Биыл Кеншілер қаласы Сәтбаевтың құрылғанына 50 жыл. Атаулы күнді тойлау академик Қаныш Сәтбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Мерекелік шаралар тізбегін Қазақмыс корпорациясы ұйымдастырған гала-концерт жалғады. Қаланың туған күннің қалай өтіп жатқаны тілші материалында. Қала күніне орай мәдениет үйінің алдында мыңдаған тұрғын жиналды. Мерекелік көңіл күйдің атмосферасы Сәтбаевтың барлық көшесіне жеткендей. Шаһар тұрғындары үшін отандық және алыс жақын шет елден келген жұлдыздар өнер көрсетті. Біз бұл қаланың көркейіп дамып келе жатқанын көріп отырмыз. Тұрғындардың өмірін жақсартуға бағытталған шаралар күтілген нәтижеден де асып түссін деп тілегім келеді. Қала тек дами берсін. Ән мен биге толы гала-концерт бірнеше сағатқа созылды. Шараның шымылдығын отандық ең танымал әншілер ашты. Бұл өте күшті дата. Әрі қарай осы Сәтбаев қаласы әрі қарай гүлденіп, Қазақстанның ең үлкен, ең әсем қалалары болсын, Құдай қаласа. Осы Сәтбаев қаласының халқын осындай керемет мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Қаланың тарихы қазақстандық ғалым және геолог Қаныш Сәтбаевтың есімімен тығыз байланысты. Академик дәл осы жерде аймақтағы ең ірі мыс кенін тапқан. Сондықтан 1990 жылдың күзінде тұрғындардың өтінішімен шаһарға оның негізін қалаушы Қаныш Сәтбаевтың есімі берілді. Концерт үлкен деңгейде өтіп жатыр, бізге ұнап жатыр. Қала күні бүгінгі біздің құтты болсын, жерлестерімді солымен құттықтаймын. Қаламыз дами берсін, көркейе берсін, осындай концерттер бола берсін. Сәтбаев қаласының тұрғындарын басын қосқан мерекелік шараны Қазақмыс корпорациясы ұйымдастырды. Кәсіпорын қала экономикасының дамуына елеулі үлес қосып, халықты тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Сондықтан кеншілер мұндай мейрамдарды өткізудің маңыздылығын атап айтты. Қаншама мыңдаған километр жердің астында жұмыс істейді осы шахтерлардың, осы біздің отбасы, тіректеріміздің арқасы. Барлықтарыңыз осы мерекемен құттықтаймын. Алдағы келе жатқан қала күні тағы да құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын. Гала-концерт аясында Сәтбаев тұрғындары мерекелік көңіл күйден бөлек түрлі сыйлықтарға ие болды. Ал қала күніне орай ұйымдастырылған шара от шашумен аяқталды. Маржан Жұмабай, Атамекен бизнес.